Қайырлы күн достар. Бүгін біз маковый бисквит дайындаймыз. Оған бірінші мына 6 жұмыртқаны взбивать етеміз. Алты жұмыртқа салдық. Енді шым-шым тұз саламыз. Осыны енді взбивать етіп аламыз. Жайлап шекер саламыз енді. Осыны енді ақ көбік болғанша взбивать етеміз. Міне, мынаны взбивать етіп алдық. Менің миксеріммен 4 минут взбивать еттім. Бұған енді қатты салқын су құямыз, 120 грамм. 50 грамм май құямыз, сұйық май. Онға 240 грамм ұн, 10 грамм разрыхлитель, сосын 30 грамм мак салдық. Сосын араластырып алдық осы. Осылай жайлап саламыз енді. Миксерді жайға қойдық ең соңғы неге, ең бірінші тұрған неге, скоростьқа. Барлығын салып шығамыз. Міне барлығын салып болды. Осындай қамыр шығады. Кольцомызды астына фольга төсеп, осылай дөңгелетіп нетіп алдық, пішін жасап алдық. Енді мына массамызды құямыз. Бисмиллах. Міне құйып алдық. Енді бұны 180 градуста қызып тұрған пешке қоямыз да, 10 минуттан кейін 10 градусын 160-ға басамыз да 40 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісті.
Енді осы күйде жарты сағатқа сууға қоямыз. Содан кейін барып формасына шығарып, әбден суытамыз. Комнатный температурада суу керек осылай. Міне бисквитіміз. Жарты сағат өтіп, осылай түсірдік. Енді әбден суығанша осылай тұру керек.